Бақыт дейді, бақыт бар ма жалғанда? Көнеміз ғой тағдыр басқа сылғанға. Өзімізді санаушы едік, бақытты, ұлымау, өзің ортамызда болғанда. Алла алды, өзі берген нарда ұлын. Тілейміз біз жұмақтан орын болғанын. Туыс, бауыр, достарынан сұраймыз, дұға оқып, естеріне алғанын. Ұлым, сен кеткелі 10 мәрте күзде өтті, қыс келіп, жазда кетті. Міне, 10-шы көктемде оралды. Бірақ жаным балам, сен оралмадың. Құйрықты жұлдыз секілді туды да көп тұрмады. Көрген, білген, өкінді, мін тағар жан болмады. Жаным балам, көктемнің жаймашуақ күнінде сенің соңғы бір таңың атып, құйрықты жұлдыз секілді ағып өтетініңді біз сезбеппіз ау. 10 жыл болды дүниеден өткеніңе, қоштасып бізден мәңгі кеткеніңе. Рухыңа басыйып сағынышпен еске аламыз, амал бар ма тағдырдың өткеліне. Бір 1982 жылдың наурыз айының 1 жұлдызында Алматы қаласында Беріш Қаратоқай әулетіне тұңғыш шекесі торсықтай немере, адайлар әулетіне алғашқы жиендері дүниеге келіп, екі рулы ел бөріктерін аспанға атып қуанышқа кенелді. Екі жақтың қос анасы әже бақытына бөленді. Ағайын жиылып, азан шақырылып, атын Бақытжан деп қойды. Әкесі Марат пен анасы жолдастың шаңырағында ұрпақ жалғасын табады. Бақытжандай кекілді ұлдан кейін Нұргүлдей бұрымды қызға өмір сыйлап, оларды да өсіріп тәрбиеледі. Ақ мамасының ең сүйікті немересі, нағаш әжесінің сүйкімді жиені Бақытжанда есейіп қатарластарымен бірге Атырау қаласындағы Пушкин атындағы мектеп қабырғасынан 11 жыл білім алып, мектепті ойдағыдай тәмамдайды. Сол жылы қаламыздағы ең ірі жоғары оқу орындарының бірі Атырау мұнай және газ институтына оқуға түсіп, инженер мамандығы бойынша бітіреді. Ол еңбек жолының алғашқы қадамын Атырау өрт сөндіру мекемесінде инспекторлықпен бастайды. Өзіне берілген жұмысты тиянақты, жауапкершілікпен атқара берілген Бақытжанды ұжым басшылары көп замай аға инспектор лауазымына тағайындайды. 2008 жылы Өзен Елес жекеменшік серіктестік қауіпсіздік мекемесінде инженер болып жұмысын жалғастырып, өмірінің соңына дейін адал қызмет атқарады. Ұжымдастар арасында белсене, беріле жұмыс істеп, абырой құрметке ие болады. Ерлі зайыпты тату болса, шырақ жанар демекші біздің ұлымыз Бақытжанда 2000 жылы келініміз Гүлфарамен көңіл жарастырып, отбасылы болып бір шаңырақтың шырағын жақты. Өмірлік жарының адал серігі, қайын жұртының сыйлы күйеу баласы атанды. 2006 жылы Алдиярдай ұлы, 2011 жылы Аделя, Іңкар есімді егіз қыздары өмірге келіп, атана атанды. Бақытжанның арқасынан қағып батырым деп еркелеткен ұлы Алдияр бүгінде Қазақстандағы ең жетекші және инновациялық академиялық жоғары оқу орындарының бірі СДУ университетінің 1 курсында грант бөлімінде оқиды. Ал маңдайынан иіскеп қос қанатына балаған егіз қыздары Аделя мен Іңкәрі 7 сынып оқушылары. Әттең Бақытжан ұлымызға әке болу бақыты бұйырғанымен, ұлының ер жеткенін, қыздарының бой жеткенін көру бақыты бұйырмай мына пәнеден ерте кете барғаны өкінішті-ақ. Дуктыбаев Алдияр, призер республиканской предметной олимпиады по английскому языку. Коллежки, поздравить ее, поздравить вас всех, что вы здесь собрались.
от меня, от Бургунь, от Алидара, от Сострёк, мы Марқұм бауыр еті балаларын жандай жақсы көретін. Балажан Бақытжанның тірі болса, ұл қыздарына айтар ақылы, көрсетер өнегесі, үйретер тәрбиесі өте көп еді-ау. Біздің тойымызға қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңды бөлгендерге келгендер көп рахмет. Сыйлап келіп жатсыңдар. Күннің ыстығына қарамай. Енді бәріне көп рахмет айтам, қош келдіңдер. Атасы мен әжесінің баласы бұйыртса мектепке барады. Садикке барғанда екеуі таңғы 5-те тұрып, енді осы бірінші сентябрь түні ұйықтамайтын болады. Бүгінгі таңда Бақытжанның қос әжесі де мәңгілік сапарға аттанды. Үлкен ақ мамасы 2017 жылы, ал нағаш әжесі 2021 жылы бұ дүниемен қош айтысты. Қамшының сабындай қысқа ғана ғұмыр деп бәлкім осыны айтады. Достық адамға шынайы сезім шуағын, көңіл қуатын жеткізетін, бақытқа бөлейтін нәрсе. Иә, біздің Бақытжанымызда көпшіл, жанына жақын көп достар жинады. Ол достармен бірге шуақты күндерді, көңілді кештерді, бақытты сәттерді бірге өткізді. Көзден кетсең де көңілден кетпейсің, демей ме дана халқы. Өздерімен мәңгілік қош айтысып, көзден кеткен достарын әлі күнге көңілдерінен өшірмей, біз қиналған кезімізде қасымыздан табылып, анамызды күні бүгінге дейін мерекелермен құттықтап келіп тұрса, қарындасы Нұргүлді де қатарларынан қалдырмай шақырып, айнымас адал достықтың туын биік көтеріп жүрген Бақытжан ұлымыздың достарына алғысымыз шексіз. Бақытжанның қарындасы Нұргүлге деген махаббаты, сыйластығы ерекше еді. Қандай ма кезең болмасын, Бақытжан қарындасының жанынан дәйімді табылушы еді. Иә, ағасымен бірге өткізген ұмытылмас сәттер көп ақ. Сол кезеңдер бүгінде тек жылы естелік боп Нұргүлдің жадында сақталды. Бақытжан арамыздан кеткелі 10 жыл өтті. Осы уақыт ішінде қанша жаңа өмір бастау алды. Қарындасы Нұргүлдің де үміт артар ұлы Алидар дүниеге келді. Бақытжан арамызда болса, жалғыз жиенін өз баласындай әлпештеп, бар ағалық махаббатын, мейірімін Алидарға дартатыны сөзсіз еді. Әттең бұйырмады. Жайнады дүние жаңарды, сағындым сені. Жаз өтті, жапырақ тоналды, сағындым сені. Аққайың ақ мамық оранды,
келесің жоқ болған тәтті арман, сағындым сені келесің. Үлкенді аға деп сыйлайтын, кішіні інім деп қамқорлайтын, арамызда жымия қарап, әзілмен күлдіріп, ашық жарқын мінезімен жан жағына нұрын шашып, ағайын туыстың қуанышын, енді біреудің ренішін бөлісіп жүретін бақытжандай асыл азаматты арамыздан жоғалтып алған отбасы, тірліктес болған бауырлармен ағайын туыс, қала берді жора жолдаспен әріптес, серікке бергісіз достар, қам көңілмен ақ жарқын белді, жарқын бейнеді арада жылжып, жылдар өтсе де күні бүгінге дейін іздеп сағынуда. Пештен берсін деймін саған орын, несіп етсін көруге жұмақ төрін. Бақыл бол, ұлым, жан баламыз, сақталар жүректерде сенің орның. Мекенің жұмақ, мінгенің пырақ, қараңғүйың жарық болсын, асыл ұл, қимас бауыр, аяулы әке, Бақытжан.